Оны біз косметологиялық тұрғыда қалыпқа келтіру, ол арамшөптің тек қана бетін қырғанмен тең да. Яғни оның арамшөптің тамыры денеде қалып қояды, ол бәрібір определенное время қайтадан шығады. Не үшін біздің бетімізде қара дақтар көбейеді? Ол көбінесе өттегі застойдан болады. Өттегі застойды, яғни каждый бауырдың жасушалардың гепатоциттердің жұмысын қалыпқа келтірмей, біз беттегі дақтан арыла алмаймыз. Және ол біздің ағзамыздағы антиоксиданттардың жетіспеушілігін көрсетеді. Екінші мәселе ол жаңағы қызыл дақтар немесе точкалар деп айтамыз. Ол нәрсе біздің ұйқы безіміздегі проблеманы көрсетеді. Яғни біздің ағзамызда инсулинорезистентный состояние кезінде олар өте қатты көбейеді. Сондықтан мұндай уақытта бос көмірсуларды, тәттілерді, пирог, пирожки деген сияқты нәрселерді шектеуіміз керек. Ал егер де біз ол нәрселерді шектемей, просто косметологически әдемілеп жүретін болсақ, ол кейін үлкен қайтымсыз процестерге әкелуі мүмкін. Сүйелдің шаруасы ол көбінесе папиллома вирусының әсерінен болады. Тоже иммунитет әлсіреген кезде, және ол инсулинорезистентный состояние кезінде тоже көбейеді. Сондықтан мұндай уақытта ағзаға комплексны біз көмектесуіміз керек, және кез келген проблеманы бет кейіннен емес, оның тамырымен емдеуге кеңес беремін.